11 сынып физика 3-ші тоқсанға арналған БЖБ 2. Бірінші тапсырма: ішкі фотоэффект. Ішкі фотоэффект жұтылған электромагниттік сәуленің әсерінен конденсерленген ортадағы электрондардың энергетикалық спектрлерінің өзгеруі. Ал сыртқы фотоэффект деп отқанымыз түскен жарықтың әсерінен заттан электрондардың ұшып шығу құбылысы. Келесі. Электрондардың күмістен шығу жұмысы 7,85, оның -19 дәрежесі джоуль. Күміс үшін фотоэффекттің қызыл шекарасының толқын ұзындығын анықтаңыз дейді. Енді бізде жалпы шығу жұмысының формасы мынадай. H-сы бөлінген лямбда қызыл шекара. Осы жерден бізге керек нәрсе лямбда қызыл шекара, ол тең болады H-сы бөлінген жұмысқа. Біздегі H деп отқанымыз ол 6,62 оның -34 көбейтілген S деп отқанымыз 3 оның 8 дәрежесі, оны бөлемін 7,85 оның -19-ға. Енді есептейміз. Менде 2,5 көбейтілген оның -7 дәрежесі метр болады. Егер де саған физикадан есеп шығаруға немесе БЖБ-ТЖБ-дан көмек болса, мына WhatsApp номерге жазсаң болады. Келесі. Жарықтың химиялық әсерін сипаттап жазыңыз деген. Молекулалардың кез келген түрленуі химиялық процесс. Көбінесе жарықтың әсерінен молекула ыдырағанда тізбектеген химиялық түрлендірулер басталады. Күн сәулесінің әсерінен матаның оңуы және күнге тотығу, бұлар жарықтың химиялық әсерінің мысалдары. Келесі. Электрон үшін орбитада болса, сутек атомы энергиясы әртүрлі қанша квант шығара алады. Энергетикалық деңгейлер диаграмманы алып көрсетіңіз дейді. Үшінші қозған деңгейде электрондар бір порция шығару арқылы екі деңгейге ауыса алады. Екі деңгейден олар энергияның басқа бөлігін сәулелендіре алады. Сондай-ақ 3-тен бірінші энергетикалық ауысу мүмкін, ал энергияның үшінші бөлігі шығарылады. Осылайша берілген тапсырмадағы сутегі атомдары 3 түрлі энергиясы бар кванттарды шығара алады. Міне бізде мына жерде графигі тұр. Келесі. Сутегі атомдағы электрон бірінші энергетикалық деңгейден екіншіге ауысқанда атомның энергиясы қалай өзгереді? Енді бізде былай, бұл жерде Е21 бөлінген Е11 ол тең болады К-ның квадраты бөлінген N квадрат болады. Формуламыз бойынша К деп отқанымыз 2-ның квадраты ол 4-ке тең болады, N-ның квадраты ол 1-ге тең. 4-ті 1-ге бөлсек 4, яғни 4 есе өзгереді деген сөз энергиясы. Келесі. Сутегі атомның қозбаған күйінде электрон 12 электронвольт энергия алады. Сутек атомның негізгі күйінің энергиясы -13,6 электронвольт. Осы электрон төменгі энергетикалық күйге түскенде сутек атомның шығару спектрінде қанша сызықты көруге болады? Оны қалай есептейміз? Ең бірінші біз К тең болады түбір асты Е1 бөлінген Е1 қосылған Е болады. Енді біздегі Е1 деп отқанымыз ол -13,6 электронвольт, Е1 -13,6 электронвольтқа қосамын 12 электронвольтты. Енді есептеймін. 1 асты 8-де 5, ол жерден жуықтап біз 3 деп алуымызға болады. Яғни 3 спектр сызықты көруге болады деген сөз. Келесі. Сутегі атомның бірінші бор орбитасында электронның деброй толқын ұзындығын анықтаңыз. Бірінші бор орбитасының радиусы 5,3 оның -11 дәрежесі метр. Электрон массасы 9,1 оның -31 дәрежесі килограмм. Электрон заряды 1,6 оның -19 дәрежесі кулон. H деп отқанымыз ол 6,63 оның -34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд, яғни ол бізде Планк тұрақтысы болады. Бізде формуламыз қандай болады? Негізі жалпы деброй толқын ұзындығының формасы ол Планк тұрақтысын импульсқа бөлгенге тең болады. Ал егер осыны нақты қорытатын болсақ, бізде H квадрат N бөлінген 2mK E-ның 4 дәрежесі болады. Яғни орындарына қоямыз. Біздегі H деп отқанымыз 6,63 оның -34 дәрежесінің квадраты көбейтеміз. N деп отқаным 1-ге тең болады. 2 көбейтілген масса 9,1 оның -31 көбейтемін. К деп отқанымыз 9 көбейту 10-9 дәрежесі бөлінген Е деп отқанымыз 1,6 оның -19 дәрежесінің 4-ші дәрежесі болады. Енді осыны бізде есептейтін болсақ 0,334
көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі метр болады, немесе 0,334 нанометр болады. Келесі. Атақты француз ғалымы Луи де Бройль жарықтың әрі толқындық әрі корпускулалық екі жақтылық қасиетін одан әрі дамытты. Осыған орай де Бройльдің болжамын жазыңыз. Корпускулалық толқындық дуализм түсінігін енгізді де Бройль. Бұл түсінік бойынша жарық толқын және бөлшек ретінде таралады. Б. де Бройль болжамын дәлелдейтін тәжірибені сипаттап жазыңыз. де Бройль жорамалының батылдығы мынада: теңдіктер тек фотондар үшін емес, басқа микробөлшектер үшін де, соның ішінде массасы бар бөлшектер үшін де постулат ретінде қабылданды. Жалпы бізде де Бройль формуласы ол лямбда тең h бөлінген nv. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау болса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңыраушасын басып қой. Немесе егер де саған физикадан, есептерден, БЖБ ТЖБ-дан көмек керек болса, WhatsApp-қа жазсаң болады.